құрылысы және оның гигиенасы. Ал оқушылар сабаққа деген ынталарыңыз қалай екен? Мен байқаймын, үй тапсырмасын мен сұрақ арқылы сіздерден сұрап алайын. Сезім мүшелері бар, мысалы, қоршаған ортада сезім мүшелерге нелер жатады? Үй тапсырмасы? Есту, көру, сезу, тағы да? сипап Сезу, иә. Енді тағы да оқушылар көз құрылысына тағы қандай түрлерін атайсыздар? Марлен? Қас, қабақ, кірпік, жас көзі, көз. Міне оқушылар үй тапсырмасын еске түсірді, отыра Марлен. Рахмет, керемет. Ал енді оқушылар сіздермен арнайы үй тапсырмасын жаңағы сұрау үшін мен сіздерге конверт әдісі арқылы не сұраймын? Осының ішінде сұрақ бар, осыған дайындалыңыздар. Мына жерде сұрақ бар оқушылар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ дайындалсаңыздар, қолдарыңызда белгі бересіздер ол. 1 минут уақыт. Бәріміз атсалысамыз. Bir minut uaqit sebep үй тапсырмасын сіздер оқып бересіздер. Оқушылар мына жерде де конвертте сұрақтар болды. Көздің құрылысы, көрудің бұзылуы, сезім мүшелері, көру гигиенасы. Ол сұрақтарға. Дайын болсаңыздар, белгілеріңіз. Ал Әсем үшінші топ бірінші болды. гигиенасы жалпы көздің зақымдалуынан сақтау үшін әрине бай тағамдарды жеуіміз қажет, және де көлікте, жолда кітап оқымауымыз қажет. Көзімізді таза сумен және таза сүлгімен сүртуіміз қажет. Зиянды заттарды, алкоголь, шлам секілді заттарды қолданбауымыз керек. Себебі олар көзге кері зиян әсерін тигізеді. Сіздер не айтасыздар? Көзді бөгде заттардан, зиянды заттардан сақтау керек, және көзді жарықтан да қатты жарықтан болып кетсе, ол көзге зиян. Және де кітаппен көз ашықты 30 сәтте болу қажет. Және теледидар көрген кезде адам 2,5-3 сағаттан артық көруге болмайды. Дұрыс айтады. Көз көру қабілетіне адаммен өсетпей кетеді, және де темекілерді алкоголь ішу зиянды әсер етеді. Ақыл ой еңбегі, дене еңбегін кезектестіре жүргеніміз жөн. Жарайды, керемет. Оқу және жазу кезінде сол жақтан түсуіміз қажет. Жақсы, керемет. Дұрыс айтады. Оқу кезінде, жазу кезінде сол жақтан түсіп тұрған жарық адамға. Сіздер айта қойса, сіздер не айтасыздар? Бізде көздің құрылысы. Көздің құрылысы екен оқушылар бұл кісілерді. Оның сезімтал жасушалары фоторецепторлар. Ол жарықтан заттардан шағылысқан жарықты қабылдайды. Көздің құрамына қосымша бөліктер қабақ, қас, кірпік, көз безі, көздің бұлшықеттері және тағы басқа. Сыртқы бірінші қабығы тығыз дәнекер ұлпасынан тұратын, ол ақ қабық. Ақ қабық ол көздің алдыңғы бөлігінде орналасқан. Қызыл қабық жарықты өткізеді, және ол көзді ұсақ бөлшектерге қорғайды. Жарайды. Керемет. Ортаға екінші қабық ол тамырлық қабық. Ол майда ұсақ тамырлардан тұрады. Ол фоторецепторларын өздікпен қамтамасыз етеді. Тамырлық қабық фоторецепторлар арқылы көздің зақымдалмау үшін қара түсті болады. Рахмет. Керемет. Ішкі үшінші қабық тор қабық болып саналады. Ол жарыққа сезімтал рецепторлар орналасқан. Онда шағылысқан сәуле денеге түскен кезде қозу пайда болатын жеке тамыр талшықтары, жеке үңгісі, яғни жеке үңгісі түрінде бейне тор қабық бетінде пайда болады. Ал сіздер не айтасыздар? Сіздердің тақырыптарыңыз қалай екен? Көздің бұзылуы. Көздің басты сипаттамасы ол көру өткірлігі, ол ұсақ заттардан ажырату қабілеті. Көздің бұзылуы көбінесе жақыннан көргіштік және алыстан көргіштік болып бөлінеді. Жақыннан көргіштік сәулелерді жоқ қабыққа дейін қиылыстырады. Жақыннан көргіштік көбінесе оқушылар арасында кездеседі, және де
туа біткен және жүрек пайда болған болады. Ол кітапты жатып оқығаннан және қараңғы жерде кітап оқығаннан үлкен теледидар көзінен пайда не болады. оқыған жағдайда иә Өскен сайын көрігін қабілеттілігі нашарлай бастайды, әсіресе 48 жасқа дейін көз бұршағының эластикалығының азаюы салдарынан нашарлайды. Көздің ауруы екі түрде бөлінеді. Бірінші дактилит, екіншісі конъюнктивит. Üstün ajratamı. ажыраталмауы Üstün ajratamı. не дейді екенбіз оқушылар? Дальтонизм деп айтамыз иә. Ал отыра қойыңдар, жарайды, отырыңдар. Ал енді оқушылар үй тапсырмасын тағы да мен лездемелік сұрақтар арқылы сіздерді түсінгендеріңізді байқайын, қаншалықты түсінгендеріңізді. Лездемелік сұрақ бірінші топқа қоямыз бірінші. Осының астында оқушылар сіз айтқан жауаптың дұрыс емес екенін біз қазір мына ненің астында жазып отыр. Сіздер сұраққа мынау топаралық жаңағы конверт сұрақтарына жақсы жауап бердіңіздер. Рахмет. Енді мен сізден тағы үй тапсырмасын тереңірек қалай түсінгендеріңізді білу үшін мен лездемелік сұрақтар арқылы сіздердің тағы да сұрақтарын сұрайын. Мынаның астында дұрыс жауап бар оқушылар. Дұрыс жауап болатын болса ашылады, дұрыс болмаса ашылмайды. Алыстан көргіштік қалай аталады? Айталы? Қырағылық, қане көреміз. Дұрыс екен. Рахмет. Алыстан көрмеушілік қалай аталады? Жаңа көрушілікті қырағылық деді, енді көрмеушілікті қалай? Басқа топ жауап беремін деп отыр. Сығарлық. Көз ауруын емдейтін дәрігер. Окулистик. Көзді оттекпен, қоректі затпен қамтамасыз ететін қабақ. Оттекпен және қорекпен. Тамырлы, қамқан көрекші. Дұрыс екен, тамырлы, қабақ. Отыра қойды, керемет. Сіздерге сұрақ, көру анализаторы арқылы ақпарат қабылдайды қанша пайыз? 90%. Бәрі көреміз қанша пайыз екен. Жарайды, керемет отыр. Одан кейін жарықты қабылдайтын рецепторлар қайда орналасқан? Ал тұшыларда. Дұрыс, тұшыларда. Нұрлы қабық ортасында қандай қабық орналасқан оқушылар? Нұрлы қабықтың ортасында. Қарашық дейді, қазір көреміз. Дұрыс екен қарашық. Тағы бір сұрақ сіздерге. Көздің қосымша мүшелері. Жаңа Мартин айтып өтті, айта қойыңдар. Көз жасы, жаз өлшекшелер. Ал енді мына үшінші топ қалай жауап береді екен көрейік. Көздің алмасы неше бөлінеді? Нешеге бөлінеді? 3-ке бөлінеді, тамырлы, толы, аққабық болып. Қай көреміз? Дұрыс. Қай қабық жарық өткізеді оқушылар? Қасан қабық деп көреміз. Дұрыс. Тағы да. Нұрлы қабықтың ортасында не орналасқан? Қайталандырып қоймай ма сұрақ? Қарашы. Үшінші қабық. Мыналар айтады. Торлы қабық дейді, көреміз. Молодец. Оқушылар бүгін сабаққа өте керемет екен. Дайындалысыңдар жақсы, сіздер сабаққа жақсы оқитындарыңызды білемін, бұны да жақсы түсінесіздер. Рахмет. Ары қарай. Енді бүгін оқушылар бүгін енді жаңа тақырып. Дәптерлеріңізді алыңыздар. Есту мүшесінің құрылысы менен гигиенасы. Мынаның үстіне оқушылар жаңа сабақ координация және реттелу. Тақырыбымыз мынау тарау ғой. Координация және реттелу тарау. Ал тақырыбы есту мүшесінің құрылысы, естудің маңызы, естудің бұзылу себептері, есту мүшесінің гигиенасы оқушылар. Есту мүшесі дегенімізді кім қалай түсінеді? Әркім өзінің ойы. Кім айтады? Есту мүшесін қалай ойлайсыз? Есту мүшесі былай басқа жақтан айтылған заттарды құлақ арқылы естіп қабылдаймыз. Қабылдаймыз және жауап береміз. Мына жерде айтып тұр оқушылар, құлақ қаяқпенен жұмыс жасап тұр? Мимен. Қалай жұмыс жасайды? Қарақат қалай жұмыс жасайды? Енді осы сурет бойынша кім сөйлеп береді? Мәліметі өзіне құлақ арқылы қабылдайды. Қабылдап, сосын не істейді? Мименен жұлыннан одан миға барып, одан кейін не істейді? Сыртқа жауап береміз. Қазір барамын,
немесе кешігемін деген сияқты, иә? Жарайды. Музыка тыңдаймыз, оқушылар болсын емес. Құлақ, адам мен жануарлардың есту органы, иә? Анатомиялық құрылысына қарай құлақ нешеге бөлінеді деген оқушылар? Сыртқы, ортаңғы және ішкі бөлімдерді. Адамның есту мүшесі арқылы қоршаған ортада әртүрлі дыбыстарды қабылдайды оқушылар. Ол қандай дыбыстар деп ойлайсыздар? Құстардың дыбысы, музыканың кез келген музыканы ести аласыз, немесе адамдардың дауысын ажыратасыз, естіп отырып, иә? Міне осыны жаңағы айтады. Есту мүшесінің дыбыстарды анықтап ажыратуға көмектеседі. Адамдармен сөз арқылы қарым-қатынас жасасаңыз, қазір мен сіздермен қарым-қатынас жасасып жатырмын, оқушылар. Сіздермен көздің қанша түрін білдім, әзір мен құлақты да сіздермен бірге талдап жатырмын, иә? Соны есту арқылы. Еңбек майданында есту мүшесінің алатын орны ерекше. Есту мүшесі дыбыспен тепе-теңдікті сезеді. Келесі. Оқушылар нешеге бөлдік жаңа? Мына қараймыз енді. Мына қараңыздар, мынау құлақ қалқаны болды. Енді бұны үшке бөлеміз. Яғни құлақ қалқаны дыбысты қабылдап, құлақтың ішіне қарай неғылады екен? Бақылайды. Екіншісі дыбыс жол. Дыбысты өткізеді, құлық бөлетін бездер қорғаныш ретінде арқан шаң тозы микробтарды неғылады екен? Мына бөліктен келген кезде. Үшінші дабыл жарғақ оқушылар мына жер. Мына жер шаң тозаңда түкше болады оқушылар. Сол түкшелер арқылы ішке шаң тозаңды жібермей отырады ортаңғы құлақта. Дыбыс жолында. Құрметті оқушылар, енді жаңа сабақта түсінген болсаңыздар, енді мен сіздерді мынау топтық жұмыс беріп, орындап тап деген. Яғни бұл жерде оқушылар ұпаймен беріледі. Дұрыс тапсаңыздар 2 ұпай, таппасаңыздар 1 ұпай. Топ бойынша жұмыс жасайсыздар. Топ бойынша жұмыс жасайсыздар. Бұл жерде ұпай беріледі оқушылар. Дұрыс болса 2 ұпай, дұрыс болмаса 1 ұпай.